Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай творожный пирог пісіреміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздермен бірге Үсемгүл. Ең алдымен қажет заттар: ұн, жұмыртқа, қопсытқыш, сары май қажет болады. 300 грамм ұнға 1 қасық қопсытқыш қосып, жақсылап араластырамыз. Оны ыдысымызға илеугіштен өткізіп, жақсылап салатын боламыз. Енді үстіне 100 грамм қантымызды қосамыз. Оның үстіне 150 грамм сары майымызды қосамыз. Қолымызбен жақсылап араластырамыз. Бізде жұмсақ қамыр пайда болу керек. Осындай үстіне 1 жұмыртқамызды қосып, ары қарай қамыр илейміз. Осындай жұмсақ, нәзік қамыр шықты. Енді салафанға салып 30 минутқа холодильникқа жібереміз. Менде осындай 24 сантиметрлік пирогқа арналған форма. Мұны холодильниктан алдық. Енді жақсылап әдемілеп жаятын боламыз. Бір келкі етіп жақсылап жайып шығамыз. Енді салмасын дайындаймыз. 400 грамм творогқа 150 грамм қант, 1 жұмыртқа және де 100 грамм қаймақ қосып, жақсылап араластырамыз. Творогтарымыз қатты түйіршікті болмау керек. Өте ұсақ майда творог болу керек. Енді дайын формамызға салмамызды құямыз. Жақсылап осылай құйып аламыз да бір келкі етіп түзетеміз. Енді мен үстіне осылай қарақатта салып шығамын. Көп салып қоймаңыздар. Осылай бір келкі етіп салып шықсаңыздар болады. Енді ары қарай 180 градусқа 30 минутта пісіріп аламыз. Міне достар, осындай менде жан-жағы қызарып, әдемі болып пісіп шықты. Ары қарай енді мен құлпынаймен әсемдеп шықтым. Сіздер де өз қалауларыңыз бойынша әсемдей берулеріңізге болады. Осындай пирогты сіздерге де жасауға кеңес етемін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.